Армысыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Жынды шал күн сайын өзінің жатаған, тозығы жеткен үйінен шығып, ауыл мектебін бір айналып өтуді әдетке айналдырғалы қашан. Әлдебір әуенді ыңылдай айтып, мектепте қоршаған темір шарбақты жағалай жүру оның бір сүйікті ісі секілді. Бұған балалардың көзі әбден үйренген. Бірақ жынды шал қапелімде олардың жандарына жақындай қалса, тұра қашпағанымен бойларын үрей билейтін. Балалар бір адамға зияны тиіп көрмеген, оғаш қылығы жоқ, сол бір мүсәпір жаннан не үшін қорқатындарын өздері де білмейді. Әйтеуір одан бойларын аулақ салады. Бәлкім кезінде әке-шешелерінің өздерін жұбату үшін жынды шалдың есімін алға тартып, жыны жұғып кетеді деп қорқытып айтқан сөздерінен оның жағымсыз бейнесі көкейлерінде жатталып қалғанынан болар кім білсін. Жынды шалдың бұлайша мектепті төңіректеп жүреуінің мәнісіне ешкім ой жүгіртіп көрген емес. Оның сыры тек өзіне ғана мәлім. Бір топ бала мектеп ауласының сыртында әрнені сөз етіп, шүйіркелесіп тұрғанда қастарына тақап қалған жынды шалды байқады да оған үдірейе қарасты. Іле олар әлгі жан өздерінен ұзаңқырай түскенде оны өзара келемеждеп мазаққа айналдырып жетісіп қалды. Осы сәтте топ ішіндегі Мұраттың көңілі пәсейіп, ішкі әлемін ауыр зіл басып, өңі күреңітіп кетті. Мұны аңғара қойған серіктері әлгі қылықтарынан саппа тиылып үндерін өшірді. Мұрат ауланы қоршаған шарбақтың есігін аяқ ұшымен тартып ашып аулаға кірді. Аула жым-жырт. Ол үнсіз тұрды да там көлеңкесіне төселген алашаның үстіне шалқасынан жатып көгілдір аспанға ұзақ қарады. Әлденеге күйінгендей жұдырығымен алашаның шаңын шығара түйгіштеп қояды. Оның көз алдында бет-аузын түк басқан жынды шалдың бейнесі тұрып алды. Мұрат әлгі адаммен көшеде кездесе қалса, бәз біреулер секілді оған үрейлене қарамай, жанынан жайбарақат өте шығатын. Екеуі бір-бірінен ұшыраса қалған сәттерде жынды шалдың қой көздері күлімдеп бұған тесіле қарап, бұл қасынан ұзап кеткенше соңынан көзін алмайтын. Мұрат осындайда ту сыртынан қадалған көздің әсерінен өзінен өзі абыржып әбігерленетін. Оның ойын «Әй Мұрат, түске шайыңды іш» деген апасының даусы бөліп жіберді. Ол дастархан шетіне сүлесоқ келіп жайғасты. Төрде көкесі Төлен, одан теменірек ағасы Есім мен әпкесі Гүлсім, екі инінен деп алған самаурынның жанында шай құйып апасы отыр. Ол бірер кесе шай ішті де іле тысқа шықты. Ішкі әлемін әлдебір зілмауыр сезім жаншып, есіп бара жатқандай. Ол аулада аз-кем кідірді де сәлден кейін асығыс түрде шарбақтан аттап өтіп ауылдың күншығыс жағындағы қаңсыған тастаққа қарай жүгіре жөнелді. Суды егістікке бұрып жібергендіктен қаңғырсып күнге күйіп жатқан тастаққа не үшін келгенін өзі де білмейді. Осы арада біраз тұрды. Күншығыс жақтан жалғыз қарайған көрінді. Беймәлім қарайған, салт атты адам болып шықты. Мұрат оған қарама-қарсы жүрді. Арадағы қашықтық қысқара түскенде әлгі салт аттының ауылдағы беделді қариялардың бірі Әжібай ата екенін таныды. Жұрттың бәрі Әжібайға шал деген сөзді қосып айтады. Бетпе-бет кездесе қалса сыртынан Әжібай шал дейтіндер дереу ата немесе көке деп елпең қағады. «Ассалаумағалейкум, ата!» «Уағалейкум ассалам!» «Оу, Мұратпысың? Айдалада неғып жүрсің?» «Жай әншейін». «Әншейін адам жүре ме?» «Жай». «Ой, сен жай жүрген адамға ұқсамайсың ғой. Көзің шүңірейіп, екі жағың суалып, тым жүдеп кетіпсің. Әлде біреу-міреу ренжітті ме?» «Ешкім ренжіткен жоқ. Жай, тек бір нәрсеге көзім жетпей жүргені. Соны сізден сұрасам қалай болады?» «Білемін, сізде мені баласынып мардымды жауап бермессіз. Дегенмен сұрап көрейін».
Білдей 7-ші сыныпта оқитын сені бала деп кім айтты? Кезінде сен сияқты 14-15-ке толғандар келіншек алып, отбасын асыраған, елін жаудан қорғаған. Жарайды, шамам келсе сұрағыңа жауап берейін. Ата, кезінде біздің ауылдың бас жағындағы ана бір жайдақ тамда тұрғанымыз есімде, деді Мұрат әлгі там жақты қолымен нұсқай көрсетіп. Оны сіз білетін де боларсыз. Сол тамның күн шуағында талай-талай ойнағаным есіміз көз алдыма елестейді. Содан қазіргі тұрып жатқан үйге мен үшін себебі күңгірт, әйтеуір көшіп келдік. Алғашқы кезде бөтен аула, бөтен үй, бөтен адамдардың ортасында өзімді жалғыз сезіндім. Тек апам мен бұрыннан өзіме таныс үй мүліктері ғана менің көңілімді сергітетін. Бұрын-соңды көрмеген адамым әке, бұрын-соңды көрмеген жандар аға, әпке болды. Олар мені еш жатырқамайды. Қайта олар менің әкеңмін, ағаңмын, әпкеңмін деп құлағыма құя бергісі келеді. Бірақ менің жан дүниемде оларға деген салқындық бар. Неге бұлай? Дегенмен осы арада үлкен бір гәп барын сеземін. Есімді енді біліп келе жатқанда алдына отырғызып алып, ыңылдап өлең айтып әлдилетен аяулы жанды аяулы алақанда аңсаймын. Сіз шыныңызды айтыңызшы, менің әкем кім? Ол өлген жоқ, оған сенемін. Ойбу, Мұратжан-ау, сен не айтып отырсың? Өзіңнің әкеңнен, өзіңнің бауырларынан безесің бе? Олай деме, бұл неғыл дегенің? Ата, сіз жалтармаңыз. Бұған дейін қанша адамнан оқталып осы жайлы сұрағым келген, бірақ жүрегім дауаламаған. Енді бүгін тайсақтамай сізден бар шындықты біліп келіп еді, онды жауап беруге ыңғай танытпай тұрсыз. Сіз айтпасаңыз да өзімнің туған әкемнің кім екенін сеземін. Бірақ оның анық-қанығын нақты білгім келеді. Дегенмен өз сауалыма өзім жауап берейін. Тыңдаңыз, ауылда жұрттың бәрі көрсе болды, жанына жақындамай, айналып өтетін, өз есімінен айырылып, жынды шал атанған адам менің әкем. Сенің әкең сол деп ешкім айтпаса да көңілім сезеді. Солай сезінемін. Өйткені ылғи мені көрген сайын соңымнан ұзақ қарап тұрады. Менімен сөйлескісі келеді. Тіпті кейде әлгі жайдақ тамның жанынан шықпай құлаған шарбақты, құлаған қадаларды түзетіп жүреді. Бірде түн ішінде ол не істеп жүр екен деп іздеп те бардым. Сол баяғы біз өмір сүрген жайдақ тамның есігін ашып алып, ішінде менің сәби кезінде еститін әуені ыңылдап айтып жүр екен. Сол кезде оның өзімнің туған әкем екенін біле тұра, одан қатты сескендім. Сескенбай қайтейін. Түнде көшеге шықпаңдар, жынды шал ұстап алады. Оның қолына түссең өлтіре салудан тайынбайды. Оған жақындамаңдар, жыны жұғып кетеді деп жастайымыздан ауыл адамдары қорқытып келеді. Тіпті біреудің баласы жыласа да, жынды шалды шақырып келемін деп қорқыта жұбатып алады. Бірақ жұртқа қорқынышты көрінетін сол кісіге мені әлдебір сиқырлы күш тарта түсетіндей. Айналайын баламай, сен өзің бәрін сезіп жүр екенсің ғой. Мен несін жасырайын? Ертелі кеш бәрібір білесің, білуге тиістің. Сенің әкең сол адам, деді Әжібай күрсіне. Бұрын жұрт оны өз атымен атайтын. Қазір ол жынды шал атанып кетті. Ол шал емес, небәрі 40-тан енді асқан жас жігіт. Ауылдағы ең бір жөні түзу, ешкімнің ала жібін аттамаған айтулы жігіттің бірі болатын. Әке-шешесінің қойған есімі Қаражан. Біз оны кішкентайынан еркелетіп, Ақжарма көңіліне, жақсы мінезіне қарап, Ақжан деп атап кеткенбіз. Ол әке-шешеден ерте айырылып, бар тауқыметін өз мойнымен көтеріп, сенің шешеңмен отау құрып, ел қатарлы тіршілік етіп жатқан еді. Құдай ісінің кем-кетігі жоқ деді ғой. Аяқ астынан биік талдың үстінде қураған бұтақтарды балтамен шауып жатып, абайсызда жерге құлап түсті. Содан еш жері мертікпегенімен миы шайқалып, ақыл-есі ауытқыған, тілден айырылған. Солай, тек әлдебір әуендерде ыңылдай айтып жүреді де қояды. Сен оған ешкімді де кінәлама.
қайткен күнде де әкемді неге тастап кетеді деп шешеңді кінәлі санарсың. Бұйрық солай болса қайтпексің. Шырағым, әкең бір атадан жалғыз еді, бірақ ауылдағылар киім-кешегін ішіп жемін ұсынып, оны тарықтырып жүрген жоқ. Сен өзіңді өзің мүжи берме. Бар өмірің, бар қызығың алда. Әлден сары уайымға салынсаң, жас өміріңді ұзақ бұғаулап тастайсың. Саған одан пайда жоқ. Менің айтарым осы. Осы арада Мұрат Әжібайдың сөзінен өзінің фамилиясы мен әкесінің құжаттағы есімі бауырлары есім мен Гүлсімдікінен бөлек болуының нақты себебін білді. Өйткені ол бұған дейін аға әпкесінің фамилиялары өзінікінен басқа болуының себебін анасынан сұрағанда, көкеңнің Әбдір деген ағасының жастай дүние салған Қаражан деген баласы болған. Сол кісілердің аты өшпесін деп сені солардың аттарына жаздырғанбыз деп жауап алған. Сонда Мұраттың тосыннан қойған сұрағына мүдірмей жауап беру үшін ана байғұс әруақтан іштей кешірім сұрай, қайын атасының есімін дауыстай айтып, баба дәстүрін бұзғанды. Анасының сөзіне Мұрат сенген. Содан кейін бұл тақырып оны мазалай қоймаған. Бірақ бүгін бәрі белгілі болды. Екеуі ауылға қарай беттеді. Күн едәуір еңкейіп, түс ауып қалған. Бала ауылдың ең бас жағында орналасқан әбден тозығы жеткен жайдақ тамға көз жіберді. Ол қараған жаққа қария да еріксіз мойын бұрды. Екеуі де әлгі тамның жанында отырған жынды шалды байқап қалған. Әжібай баланың көңіл күйін бет-әлбетінен байқағысы келіп қарап еді. Мұраттың жанарында жас мөлтілдеп, екі беті боп-боз болып кеткен екен.